өт қабында ісік бар екен деп айтты. Ол қатерлі және қатерсіз екенін қазір білмеймін деп бізге қабылдауға келіп жататын жағдайлар болады. Өт қабының патологиялары бойынша холестерин және аденоматозын деп екіге бөлінеді. Холестерин полип болатын болса қарау керек, наблюдение жасап отырады, бақылау алады. Егер де аденоматозын болатын болса, олар өсіп жататын болса, 1 сантиметрден жоғары өсіп келіп жатса, қан тамырымен қатты қамтамасыз етіп тұратын болса, жаңағы бір түрлі өт қабының аденоматозы, ол кезде біз операция туралы айтатын боламыз. Оның неге қаупі бар? Өйткені ол қатерлі ісікке айналып кету қаупі бар. Егер де ол қатерлі ісігіне ауысатын жағдайда науқастардың өмір сүру ұзақтығы өте қысқа болады. Бірінші, екінші стадиясында болатын болса, 5 жылдық өмір сүруі 50-60%-ға дейін баруы мүмкін. Егер де үшінші стадиясында болатын болса, онда өмір сүру ұзақтығы одан да азаяды. Аденоматозды ісіктің қатерлі ісікке айналған кезі болып, уже қатерлі ісік болса, операция жасамасаң 6-8 ай өмір сүретін науқастар. Бұл негізінде полиптердің өзі 30 жас пен 50 жастың аралықтарында кездесіп отырады негізі. Полип деп айттық қой, жаңа полиптермен көбіне әйел кісілер ауырады. Еркектерден 10 кісіден 1 адам ауыратын болса, әйелдерде 1,5-2 есе жоғары.